Ақшам шерифлеріңіз қайырлы олсын, сайғылы достар. Салы күні ве Қырым ишғалінің 1062 күні кечмекте. Студияда Муслим Умеров чалыша бізім шымдеке эфирімізде бөйле хаберлер. Бүгін Ришат Аметов 42 яшыны толдырмаға керек еді. Тешвихатчы Филлипсны Лондра парламентінден қуғдылар. Тайган Арсланлар паркындан эркек жесеті тапылды. Айванлар башының ярасының қобырғанлар. Қырым ишғалінің ил құрбаны Ришат Аметов бұсіне 42 яшыны толдырачақ еді. Өмір арқадашы ве уч күчік баласы әнді уч елде бамында қожасыз ве бабасыз яшайлар. Қатиллер аляда тапылмады. 2014 сенесінің март айының 3 күнінде фальджы Қырым Назирлер Шурасының бинасы янында бір озу пикетке чықты. Бұндан сон бір қач самооборона темсілжісі оны зорбалықнен арабаға отыртып белгісіз тарафқа алып кеттілер. Март айының 15-інде Қарасув базарының орталан, яғни земляничная көйінде Аметовның жесеті тапылды. Беденінде зорбалық ислері қалдырылды. Башы скотчнен сарылы, көзлері ойылып шығарылған еді. Янында есе келепчелер тапылды. Ришат Аметов Ахмежит мезарлығында дефин етілді. Өлімінден сон Украина қараманы унванынен мүкефатландырылды. Қырым татар фальчилері өлдірілген ватандашына анмақ үшін дуа өткерділер. Ахмежитте Ришат Аметовның залымжа өлдірілмесінен разы ве ләқайт олмағанлары топлашқан. Вахфанна, вахфирләні, вархамна, аңта мағләні фаңсурна әләл қаумел кәфирин. Садақаллаху лазим. Қырым татар халқының лидерлері Австралия елчіханесінің елбашчысынен көріштілер. Рифат Чубаров ве Мустафа Джемилев Украинада Австралия ішлерінде вақтынжа елбашчы олған Брюс Эдвардс еле Қырым меселесіні музыкере еттілер. Сөз Ярамаданың тамыр халқы ве украинелерге қаршы япылған репрессияларының шедетлешмесі ақта өрсетілді. Эдвардс Австралия кеметі Украинаға қол тұтқаныны қайдетті. Финляндия Минск аңлашмаларының еріне кетірілмесінде ярдым етмеге азыр. Бұндан да ғайры мемлекетлер энергосемерлік саасында ишбірлік меморандумны имзаладылар. Бұл Украина президенті Петро Порошенконың Финляндияға иш зеретінің нетижесі. Девлетіміздің елбашчысы Финляндия кеметіні Украина сияси мүбіслерінің азат өтуі мәселесінде Кремльге басқыны шедетлештірмеге чағырды. Біз Донбасс ве Қырымда инсан ақларының қаба бұзылуыны музакере еттік. Ве мен ишғал етілген Қырым, Берус аписханелерінде тұтылған Украина сәсетшілерінің азат өтілуі үшін Русейге басқыны шидетлештірмеге чағырдым. Русейге қаршы еланылған шидетлі санкциялар ишғал етілген топрақларыны қайтара білер. Бөле фікірінен арби эксперт Олег Жданов пайлашты. Оның айтқанына көре шымділік тежавуз мемлекетіні бойле шартларға да қоймадылар. Например, отключение системы SWIFT. Мисал olarak Rusya bank sistemasını bir gün içinde yok edebilecek SWIFT sistemasının söndürmesi ya da bu Rusya'ya iktisadi taraftan elverişli olmak gerek. Hiç olmasa iktisadiyatını men sonki basamakka yerleştirirdim. Bunun için Rusya'ya siyasi netice mühimdir. Қырымның азат өтілеві Русияның халқара аренасында енілмесінден сон ола біле. Бөле фікірні Қырым батальонның сабық командиры Иса Акаев 112 телеканалының эфирінде білдірді. Оның айтқанына көре арби зидетте мағлюбиет Русияны зайыфлаштыра біле. Те, кто Крым захватил, они просто так оттуда не уйдут. Қырымны запт еткенлер анда енгіл кетмейчеклер. Менче Русия Сүриеде жиди мағлюбиетке ораған сон бұ вазиет ола біле.
Русия тарафдары Грэхэм Филлипсны масқаралық сөзінен Британия парламентінден қуғдылар. Украина елчілігінің Twitter сайфасында еріштірілген видеода көрінеке насылыты бекчілер Филлипсны масқара яланжы йоқыл сөзлерінен парламент салонындан чықырғанлар. Рус тарафыны тұтқан блогер Грэхэм Филлипс Украина аскерлеріне қаршы yapılған провокацияларда весірлерге yapılған ахляки хорлауларында бір қач кере қайдытылген еді. Great Britain shouldn't support Ukraine shelling and killing civilians in Gaza. Great Britain shouldn't support that. Тайган адлы Арсланлар паркында 29 яшлы әркекнің жесеті тапылды. Эляк олғанының қартанасы айтқанына көре, торыны тибби ярдымыны вақтында алмағанындан себеп өлген. Тайган сайыбы Олег Зубковның білдіргеніне көре, вазиетке парк ребериетінің алақасы жоқ. Пол головы снесли. Айванлар башының ярасының қопарғанлар, башы бір құлағындан ертілған ве бұның құлағына қадар тігілді. Мұнда есе бір топ қопаралды. Көпек бөле yapmaz. Башына тек жанавар ұжым ете білір. Бұл ерін кезге анлашылыдыр. Это только зверь с головы берет. Это всем известно. Гурзуфта 400-ге яғын инсан митинге чықты. Башта президентке өзінің садықлық дұйғыларыны білдіргенлер, ләкин ерлі проблемлеріні анып кешкенде кейфлер бозылды. Инсанлар мескен массив ве Гурзуф ташлары пляжының халқара артек бала мерkezіне бермесіні ве құрылыш үшін сирек раскелген тереклерінің пучылмасыны тәңқит еттілер. Инсанларының айтқанына көре Путинге язылған мектуплерге ишанч жоқ. Базы инсанларға президентке еланылған шикеетлер үшін ФСБ хадимлері келді. Митинг в поддержку политики. Русия президенті Путинге қол тұтып митинг. Поддерживаете политику? Нас не только не хотят Бізні тек іштмеге дегілде көрмеге істемелер. Құрылған дивар Кремль дивары дегіл ве аяз бақча пармақлығы дегіл. Бұл мезар дивары. летнего сада. Это кладбищенская стена. Он тоже попытался отослать письмо, к нему пришли ФСБшники. Ода мектуп йолламаға тырышты, ләкин она ФСБ хадимлері келіп, кере алмаға, қайтармаға бір шей йолламаға талап еткенлер. Бесебелі бұл да бір кімсенің тарафындан незаретідір. Біз өзімізні бойлы незарет етмеге рұқсет етмейжекміз. Бұның үшін біз Русияге келмедік. Ләкин әркез анлай, Русияда олған сон не yapmalı? Ну, все понимают, что попали. Ну ладно уже, раз попали, так чего уже? Қырым елларында вазиет кергенлеші. Вазиетні ишғалчы ФСБ ве прокуратура хадимлері огренежек. Бұнынен Кремль незаретінде бұлынған Қырым елбашчысы Сергей Аксенов қорқызды. О бюджет параларының инсафсыз сарф етмесіні шекет ете. Кечкенсіне елларының идаре етмесіне 2 миллионға яқын рубле айырылды. Ишғалчы нақлие назиры темин нәтижелеріні қабатлай, қыш мевсіміне қадар берілген вазифелерінің еріне кетіріві вады етіледі. Ләкин аляда әршей денішмесіз қала. Есть подрядчики, которые делают добросовестные япқан темин нәтижелері бар. Ләкин олар берілген мүдетке етіштірмеділер. Под бордюров грязь не убирается. То есть Бордюрлерден чөплік алынмай, ич бір елда бұны көрмедім. Чөплік елінің қысымында бұлынып, оны да кеніш япа. Бөле ич бір заман олмайчақ. Ел кенарларының темізлігіні мен асыл көрмедім. Крым автодор қызметі бұтын лейтіш кірмек керек. Эсап палатасы ФСБ ве прокуратуранен берабер бюджет параларының сарф етмесінің тешкермек кереклер. Крым полностью провести от и до. Ишғал етілген Қырым соғақларында чөплік топланмаға девам етіле. Ахмежит районының Бұғырча қасабасында январь 1 күнінден башлап чөплік обасы қапатылды. Шерден чөплікні сирек чықаралар. Қарасу базардаки чөплік обасы есе пайтақтан бүтін чөплікні қабыл етіп оламай. Где-то до Нового года было вот так. Хорошо. Яны елға жерші яқшеді. Шымды есе не олачағыны білмей. Телевизорды көрдім Москвада коммуналь қызмет хадимлері алчақ айлықлары үшін наразылық білдірелер. Забастовка идет, якобы эти коммунальщики за слабое оплачивание. Да очень хорошо по всему Эпек городу. яқшы. Бұтын шерді бұ чөплік обалары, мұшықлар, әфсіз көпеклер, дешет. Вейел олғанында эки күн әрше учайды. Тереклерге бақын. Бұтын пакетлер тереклер үстінде. Бөле вазиет ерде. Ақайымнен шер бойы кеткенде чөплік обалары да бетер алда олғаныны көреміз. Анлаймыз муниципаль ходжалығында пара жоқ. Конечно, понимаю, что в хозяйстве
муниципальном денег İnsanlar yetişmeyi ve onlar temizlemeye yetiştirmeyle. хватает, и они просто не успевают убирать. Кырымның Ижгалжа кемет yolbaşçısı çöplük meselesini özcesine çizmege teklif etti. Aksionov Kırım sakinlerine kürekler alıp kommunal hadimlerine yardım etmege çağırdı. Cemaatçılıkның çorlanуындан gayrı olarının çalışkanını ve cuma ertelik geçirmesini isterim. Açık havaga küreknen çıkmaga davet etkende herkes meşgul, farklı problemler çıka. Bunun için cemaatçılıktan gayretini koşup iştirak etmege rica ettim. Киевның Святошин район mahkemesinde Евромайдан вақытларында olған insanların öldürülmesi boyunca nefbetteki mahkeme oturuşu geçirildi. Bu sefer Ivano-Frankivsk vilayetinden kelgen failci o sizatlarını bergen. Майдан vaqtlarında ona karşı ateş açkanlar. Tafsilatlı malumatını Elvina Sidbulayeva bile. Konvoy nezareti altında mahkeme toplaşıvına sabah Berkut hatimlerini körsettiler. Onlar 2014 senesi fevralde Institutska sokağında Maydan failcilerini atıp öldürmekte kabatlalar. Zararlangan Petr Kovalchuk şatlık yapa. O Ivano-Frankivsk vilayetinden keldi. Yalan koşmayıp tek gerçekni aytmaga emin etem. Айтқанына көре инсанларға ярдым көстірмек үшін бірқаш кере майданға келген екен. Анда ona қаршы силядан атеш açқанлар. Men sıcakны hissetip başladım. Kurşun teri tübünde sağ tarafından kırıp sol tarafka hareket etkenini duyaydım. İçimde sanki bir şey aylanaydı. Sonra esimni joydum. O zaman aktivist jinsi ve kurtkasını kiyip maydanға çıkkan. Başındaki mavi kaska ve ozu yapkan kalkan onun yekeni imayı vastaları edi. Mahkemege de zararlangan failcini fikirdeşlere nasıl korşalanganını gösterdiler. Ukrayna Baş prokuraturasında failci silahdan yaralangan deb kaydetilir. Ateşni sabah Berkut hadimi açkan ama onu kıdırıvga ilan etkenler. Пана Ковальчука было вылучено кулю. 39 kaliberli kurşun çıkarıp aldılar. Berkut hadimleri hususan böyle silah kullanaydılar. Ekspertizanın neticelerine göre Berkut hadimleri kullangan bir silahdan ateş açılgan. Bizler bütün Berkut hadimlerini kabatlaymiz. Беркут хадимлерінің fikirleri farklıdır. Поранення він отримав в задню. Kurşun onun kurgik yanına kirgen. Ateş Ukrayna musafirhanesi ve meydan tarafından açılgan. Anda ise sabah Berkut hadimleri degilde failciler barıdı. Kadılar erkesini dinlegen son gelecek oturuşunu yanvarının 26'sına geçirdi. Elvina Sidbulayeva, İslam Pinka, Zaman, ATR. Yüzlerce insan ve araba Kiyev'e giriş yollarını kapatkanlar. Borisполь, Житомир, Varşava ve Odessa yollarının bir sızıkta arabacılar öz talaplarından sebep bir yerge ketmeler. Böylece onlar kanun leyhasının kabul etmesini isteyler. Kanun leyhası boyunca Ukrayna vatandaşları başka devletlerden getirilgen arabalar için vergi ödemelerden kısmen boşaltılacaklar. Failciler bugün ta yukarı şuraga barmaga işandıralar. İtibarlıq inqilabının yerleri boyu paytaxtda malumat ve navigasiya için 6 stend ve inqilabının bağlı iştirakçılarının hatravlar ve foto resimlerinin 4 panoraması yerleştirildi. Bugünden başlap muzey hadimleri ve Maydan iştirakçıları Kiyev'de 2013-14 senelerinin esas yer ve hadiseleri hakkında ekskursiyalar ötkerecekler. Şimdi İtibarlıq inqilabının muzeyi yani Levha teşebbüsçüsü ev kurmak niyetinde. Gelecek muzeyi için ekibinden ziyade eksponat toplandı. Ми вирішили створити своєрідний музей під відкритим небом. Açık kok altında öyle bir müze açmağa karar verdiler. Eksponatlar arasında itibar inkılabının mühim yerleri var. Yani evler, sokaklar vesaire. Bu Места революции достоинства проектının esas maksadı. Це помпові гармати. Pompalı top, katapulta, yekene eşyalar, art obyektler, Vladimir Sveçyan'ın resim sergisi, Maydan kitaphanesinin kitapları var. Бібліотеки Майдану.
Русияда яны инкляп ола білемі. Бойле суальны Радио Свобода журналистлері Москва сакинлері ве мусафирлеріне берді. Ни в коем случае. Никакой Инкляп олмайжақ біз Путиннен мемнунмыз. Шаксимен ве айлем оның саясетіні бегенеміз. Мы очень довольны его политикой. Происходят такие вещи, от которых просто волосы О кадар худжуш елер ола атта сачылар тикке тура, бөлдірівлер. Москва живарандан кечсенесе 5 қатлы коттеджлер тура. 5-6-этажные коттеджи стоят. Фікірімде жоқ біріншіден обызге керекме, чунки Русияны қанға батырмаға олды енді. Әрше ола біле акиме денешмей ве энде шетлешелер ола, біршей ей тарафқа денешмей. Ничего в лучшую сторону не меняется практически. Бұнымен заман эфирі өз сонына келді. Ақшамларыңыз қайырлы кешсін, көрішкенже.